Сәлеметсіздер ме? Бүгін натюрморттың аяқтау кезеңі. Бүгінгі сабақтан жалпылама жұмыстарын жүргіземіз. Артқы матаның өңдерін басамыз. Алдыңғы жоспарларды шығарамыз. Қажет болған жағдайда алдыңғы заттардың өңдерін тағы да күшейтеміз. Және ұсақ бөліктерді жазу арқылы жұмысты аяқтауға жақындаймыз. Қазір мен артқы матаның өңдерін мұқият отырып, жұмсартып, штрихтің бағыттарын өзгерту арқылы жұмысты жүргіземін. Кей жағдайда осындай штрихтар бізге қажет болады, өйткені матамен заттарды бөлу үшін. Екі матаны да қоса отырып, үстінен штрихтар жүргізу арқылы жалпы натюрморттың артқы өңін басамыз. Яғни натюрморттың артқа қарата заттарды қашықтатамыз. Яғни заттардың барлық заттарға кеңістіктің перспективалық кеңістікті көрсетуіміз керек. Жалпы негізі тақтайдың негізгі өңдерін жұмыс жасаймын. Өңдерімен ақ матаны да қатты жарық болып кетпеуін қадағалай отырып, оның жарықтық реңдерін бәсеңдетемін, яғни үстіне штрих қосу арқылы бір келкі жүйеге тоқтатамын. Қарындашты қатты баспаймыз, ұштап жұмсартып отырып, бірден шалт қимылсыз барлық қабатты біріктіріп, көркем штрихтармен толықтырып жазамыз. Байқап отырсаңыздар, тақтай артқы натюрморттың қабырғаларымен бірге бірікті. Натюрморттың артқы шегініңкі жоспарына үйлесіп көркемделді. Осылай жұмыс жасау арқылы сұр матаны бәсеңдетеміз, жұмсартамыз. Жұмыс барысында әрқашанда натюрмортпен бақылай отырып, өз жұмысыңды алыстан тұрып бақылауымыз керек. Жұмыс жүргізіп, сәл демалып алып, көзді суытып, қайта келіп, жұмысты бақылауымыз керек. Сонда айырмашылықтарды нақты көре аламыз. Натюрморттың көлденең жазықтығын маталарды біріктіремін, үстіне штрих беру арттырып. Енді біздерге бірінші жоспарды алға шығыңқы етіп шығаруымыз керек. Ол үшін натюрморт заттарын тағы да толықтырып, өңдерін штрихтаймын. Егер қажет болған кезде ұсақ бөліктерді толықтырып, тағы да қарындаштың көмегімен баса отырып, жұмысты жүргіземін. Кей сызықтарды толықтырамын, ернеуін, бидонның ұстағыш бөліктерін, шынаяқтың ернеулерін, жылт жерлерді қоса отырып, жұмысты толықтырамын. Әппақ жарық бөлікті тым қарайтып алуға тырысу керек. Осылайша бақылау арқылы үнемі
толықтыру арқылы жұмысты аяқтауға тырысамыз. Қарайып кеткен жерлерді бәсеңдетіп алып тастаймыз. Жарық бөліктің бидонның тік көлденең бөліктерін, жазық беттерін толықтырып, қанықтылығын күшейтеміз. Яғни жарыққа тәуелді қанықтылығын қаттырақ басу арқылы штрихтың көмегімен. Бұл жерде біздерге 2М, 3М деген қарындаштар қажет болады. Бұл жұмсақ қарындаштар, өте жұмсақ қарындаштар. Бұл қарындаштарды соңғы сабақта қолдануға мүмкіндігіміз бар. Енді шын аяққа келіп жұмыс жасасақ, шын аяқ біздің жұмыста әсерлі, өзінің ішінен сақтаған сияқты, алайда ұсақ бөліктерді қосу арқылы онан әрі толықтырып, ауқымды көлемімен шынайылық сипатын беремін. Шын аяқтың бетіндегі көлеңкелердің жарық пен көлеңкенің өңге ағысу көшуін штрих арқылы қоса отырып, шын аяқ бетінің жарық көлеңкесін толықтырамын. Тік штрихтар, көлденең, доғал штрихтарды қолданамыз. Байқап отырсаңыздар, ернеуінде көлеңкенің түскен шеңберінде көлеңкенің түскен бағыты бар, сол көлеңкені штрихтап толықтырамын. Сонымен қатар тақтайдан түскен көлеңкелерді натюрморттың артқы жоспарында тақтай мен қабырғаның көлеңкелерін біріктіріп, үлкен штрихтардың көмегімен қосамын. Жұмысты толықтыра келе, натюрморттың артқы қабырғаларымен жұмыс жүргіздік. Келесі кезең натюрморттың кіреберіс, көрерменге кіреберіс бөлігін алдыңғы жоспарды күшейтуіміз керек. Алдыңғы жоспардың көлеңкелерін, жарық көлеңкенің айырмасын, заттардың айқындылығын көрсетуіміз керек. Осы бойынша жұмыс жүргіземіз. Байқап отырсаңыздар, ақ мата мен сұр матаның айырмашылығын тағы да штрихті қосу арқылы, күшейту арқылы көрсетемін. Сұр матаны толықтырамыз. Заттар мен сұр матаның айырмашылығын көрсетуіміз керек.
Егер түспе көлеңке өзінің қанықтылығын жойылтқан болса, онда түспе көлеңкеге қайтадан келіп, қайтадан оралып, штрихтарды қосу арқылы күшейтеміз. Байқап отырсаңыздар, түспе көлеңкенің бізде сәл қанығырақ өңдерін күшейіп толықтырылды. Жұмысты жалғастырамыз. Енді натюрморттың алдыңғы тік матаның түскен бөліктерін тік қабырғаның қиылысқан жеріне штрих арқылы толтырып, яғни жазықтықтардың айырмашылығын көрсетуіміз керек. Сонымен балалар, бүгін натюрмортты аяқтадық. Негізгі штрихтарды көрсеттік, қабырғалардың. Алдыңғы жоспарды толықтырдық. Заттардың жарық көлеңкесінің ауқымды көлемін шығардық. Бидонның ұстағыш құлағында жарық көлеңкелерді көрсеттім, жылт жерлерді, ернеулерін толықтырдым. Және жылт жерлерді де қоса отырып, қазір жылт жерді düzей отырып, жұмысты аяқтауға жақындаймыз. Сонымен натюрморт заттарын барлығын толықтырдым. Шыны аяқпен түспе көлеңкелерді, тақтайдың беттерін, бидоннан түскен түспе көлеңкелерді толықтырдым. Осылайша бүгінгі тапсырманы аяқтауға жақындадық. Көркем жұмыс жасау кезеңінде суретшілер жұмысын уақытында нәтижелі аяқтағаны дұрыс. Әрине шығармашылық адамдар үшін толықтырып, әрі қарата жазғанды жақсы көреді. Меніңше бүгінгі тапсырма осымен тамам деп ойлаймын. Сіздерде де осындай жақсы нәтижелі жұмыс шықты деп сенемін. Шығармашылық табыс тілеймін. Сау болыңыздар.